Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен сандуғаш. Бүгін осындай ерекше алға жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар: застежка с удлинителем, 9 застежка, 10 межбуси шарики, 1 рулон и 4 протектор, және 4 крем тач, және 2 үлкен колечки, 2 кішкентай колечки, және стреп. Және бізге осындай перламутр рейс керек. Осындай бір нит. Бастаймыз. Және де барлық осы рейсімізді төгіп аламыз. Рейс перламутрымызды. Бір нитпен төгіп аламыз. Енді тросымызды аламыз. Бірінші тросты өлшейміз. Цепін сәл ұзындау қылып кесеміз. Енді бірінші крем, міне протектор. Керек заттардың бәрін описаниеға жазып қоямын. Және бекітеміз. Бекіттік. Енді рейсімізді бір бірлеп сала бастаймыз. Және де бастапқыда ойластырамыз. Межбуси шарикізді қай жерге орналастыратыныңызды. Сіздер өз қалауыңызша ойлап тапсаңыздар болады, қай жерге орналастыру керектігін. Мен 6-да 7-де бір межбуси орналастырайын деп отырмын. Міне артық тросты. Осы рейске сала саламыз. Және осы цеппен бірден өлшеп отырып жасаймыз. Мысалы 4 штук салдым. Енді 5-еу, 6-ау, 7-еу салдым. Енді бір межбуси саламыз. Тағы осылай қайталай береміз. Мен 7 штук салдым. Енді бір межбуси саламыз. Сіздер межбуси мүлдем салмай қоюға болады. Және де бір тастап салсаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер ғой. Мен сіздерге жай жобалап көрсетіп жатырмын. Дизайнын өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады, қандай дизайн жасауға. Алқаның дизайны ерекше болса да ол сатылымы жақсы болады. Осылай жасаса да болады. Міне. Мен арасында межбуси салмай-ақ жасайтын болдым. Так что межбуси салған ұнамады. Сол үшін. Міне, салып аяқтайын деп қалдым. Осы цеппен бірге өлшеп отырамыз, бірдей болу керек. Аяқтап қалдым. Бір жағына межбуси салмай қоюға болады. Екінші жағына да салсаңыздар болады. Міне болдым. Енді кремді алып, протекторды алып аяқтаймыз. Салып. Арасындағы видеоларды қысқартып жатырмын, қатты ұзақ болмау үшін, жалып кетпес үшін. Олай түсінікті деп ойлаймын. Протекторды бекітеміз. Бекіттім. Енді артық тросты тастаймыз. Міне, бір жағы дайын. Енді екінші жағын дайындаймыз. Міне, цеппен бірдей. Екінші жағын дайындау үшін тағы да бізге трос қажет. Және де осы цептің бойымен өлшеп отырамыз. Кремді саламыз, артынан протекторды саламыз. Протекторды кішкене қысып жібереміз да. Енді бекітеміз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Сол комментарийден жауап беремін. Бекіттім. Енді тағы да мынаны екіншісін жасаймыз. Тағы да мына рейсті салып, екеуін бірдей қылып, осы кезде екіншісіне межбуси қолдансаңыздар болады. Мына екіншісіне. Или қолданбай құр аппақ осындай қылып жасасаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Рейс перламутр өте ұсақ болғандықтан кішкене көп уақыт алады. Сондықтан кішкене видеоны қысқартып жасаймын. Енді мен екінші жағына осы межбуси салып көрейік. Арасына бір межбуси салып көреміз. Міне, мына жерден шығып кетті. Міне 5 штук рейс перламутр, артынан 1 штук
межбусый салдым. Үшеу. Мына осы біткенше цеппен өлшеп отырып 5-те 1 осы не жасайсыздар, арасына бір межбусый салып отырасыздар аяқталғанша. 5 штук нетті? 1 штук межбусый шарики салдым. 3 миллиметрлік. Міне, екінші жағында өткізіп болдым. Цеппен өлшейміз. Ja, мынау біреу ұзын болып тұр екен, алып тастаймыз. Межбусыйды алып тастайсыздар, өйткені жаман көрініп қалады ең соңында. Міне бірдей. Міне бірдей. Енді аяқтаймыз. Кремталардан протекторды алып салып аяқтаймыз. Және де менің басқа видеоларыма кіріп қарасаңыздар болады. Мұнда түсінікті емес болса, сол жерден қарап осы тауып көрсеңіздер болады. Мен описаниеға қанша штук межбусый кетті бәрін анықтап жазып қоямын. Как всегда барлық видеоларымда бар. Мені жоғалтып алмас үшін подписаться етіп қойыңыздар. Әйтпесе кейінгі видеоларым көрінбей қалады сіздерге. Міне. Енді кремтар еттегенде бекітеміз. Міне бекіттік. Артық дұрыс қиып тастаймыз. Міне. Енді осылай екеу шықты және енді осындай өрімділер болып бір жағы. Енді мына жағына мынау зачерстку нитімізді алып ашып аламыз да. Мынау зачерстку нитім мына жақта қалады қазір. Мына жақта қалады. Енді колечкемізді ашамыз. Тездетіп ашып аламыз. Мына екеуін бірдей қылып саламыз. Бірдей салдық. Енді бұған зачерстку өткіземіз. Міне, енді бекітеміз. Жақсылап бекітіп аламыз. Енді мына жаққа кішкентай колечкемізді алып бекітеміз. Кішкентай үлкен алайық. Екі жағы бірдей болу үшін. Ашамыз. Енді бір жағын цепке береміз да. Бір жағын зачерстку нитіге береміз. Міне. Бекітеміз. Міне мына жағы дайын. Міне аяқ жағын бекітіп алдым. Енді мына бас жағын дайындайтын боламыз. Енді мына екеуін бүйтіп бұрамыз. Осылай бұрамыз да. Тобығымыздың домалақ жағын аламыз да. Енді былай саламыз. Тағы да бізге үлкен бір колечко керек. Міне үлкен бір колечкемізді алдық та. Ашып, енді цептің мына шетінен өткізе бастаймыз. Тағы ашып аламыз. Аштық. Енді міне мына жағынан өткіздік. Енді осыны тобылдың мына шетіне түсеміз. Өткіздік. Енді мына шетті аламыз да. Тағы да бір сондай үлкен колечкиді алып. Міне бір штук. Ашамыз да. Аштық. Енді екеуін өткізіп тобымызды домалақ жағына өткіземіз. Енді бекітеміз. Міне алқамыз дайын. Осындай алқа болып шықты. Аса ұзын емес, аса қысқа емес. Енді кулондағаныз. Кулондың арнайы осындай колечкосы болады. Соны ашып, міне ашып, мына тобының домалақ жағына ілеміз. Осындай күн сияқты кулонымызды алып, домалақ жағына ілеміз да, бекітеміз. Міне бекіттік. Бірінен осындай алқа болып шықты. Және де бұған наборға бізде осындай дайын білезік. Мынау коннектор деп аталады. Екі жағынан құлағы бар. Дайын осындай цеп. Жай колечкиді алып, екі жағынан ілесіп жасай саласыздар.